мысырлық отбасының үйлеріне қайтып, өмірден ләззат алуынан басталады. Әкесі балаларымен бірге көңілді ән айтады, ал анасы радионы өшіріп, барлығынан үндемеуді сұрайды. Олар үйге келгенде, қыз кішкентай құсының өлгенін байқайды. Ол анасынан кішкентай құсын құтқаруын өтініп, әкесі мен бауырларын қорқытады. Өйткені олар өлімнің табиғи емес екенін түсінеді. Әйел құсты қолына алып, оны аяғына дейін жеткізеді. Содан кейін балалардан үйде болуын сұрайды. Көп ұзамай ата-аналар үйдің астына жасырылған катакомбаларға түсіп, тас саркофагқа жақындайды. Ер адам машинаның көмегімен қақпақты көтереді. Ал әйел ішін тексеріп, тіршілік иесінің әлі оянбағанын түсінеді. Алайда кенеттен, жаратылыс кенеттен оянып, оны қорқытады. Осы кезде көліктің ілгегі үзіліп, ер адамның иегіне қадалады. Өлер алдында ол әйелге қашуды бұйырады. Ал жаратылыс саркофагтан құтылғысы келеді. Кейінірек біз Чарлидің әкесі, Ларисаның анасы және олардың екі баласы Кети мен Себастаннан тұратын Канан отбасымен танысамыз. Ерлі зайыптылар арасындағы әңгіме барысында біз Ларисаның үшінші баласына жүкті екенін білеміз. Әңгімені балалар арасындағы жанжал үзіп тастайды. Сондықтан екеуі де жағдайды сейілтуге асығады. Лариса балалармен қоштасады, ал Чарли үйде қалып, оларға қамқорлық жасайды. Ол Кетидің қуыршағын жөндеп, оған жаңасын беруге уәде береді. Олар үйге келгенде, көп ұзамай Кети Себастанмен тағы да жанжалдасып, әкесі мен ағасынан көңілі қалып, үйден шығып кетеді. Чарли іскерлікпен кетіп қалды, ал Кети аулада жалғыз ойнап жүр. Кенет ол біреудің атын атағанын естіп, көшенің арғы жағындағы әйелді байқайды. Дуалдың арғы жағында Кети оның досы Лейланың анасы ма деп сұрайды. Ал бейтаныс адам «Иә» деп жауап береді. Содан кейін біз оның басынан бастап бір түрлі әрекет еткен әйел екенін түсінеміз. Ол қызының жағдайы нашар екенін айтып, Кетиден онымен ойнауын өтінеді. Қыз әйелдің онымен сөйлескенін естігенін айтады. Әйел сиқыршы және оған назар аударуды сұрайды. Осы уақытта Чарли Ларисаға жұмысқа орналасқанын хабарлау үшін қоңырау шалады. Әңгімелесу барысында ол Кетидің заттарының арасынан кәмпит орамдарын тауып алып, әйелі бұл кәмпиттерді қызына берді ме деп сұрайды. Бірақ Лариса олай емес дейді. Көшеде бейтаныс әйел Кетиге кәмпитті бұрын табылған орамамен бірдей етіп береді. Кети шоколадты алады. Бірақ әйелдің қорқынышты түрінен шошып, ішке кіру керек екенін айтады. Әйел одан күтуін өтініп, алманың ең дәмді болатынына уәде беріп, оны көрсетеді. Ол оны өмірінде ешқашан жеген емес. Сонымен бірге Чарли Себастаннан Кетиге бұл кәмпиттерді кім бергенін білетінін сұрайды. Бала ешкімге айтпауға уәде бергенін айтып, жауап беруден тартынды. Бірақ ақырында әпкесінің достарының бірі ауланың соңында оған кәмпит беріп жатқанын айтты. Осы кезде Кети алманы алады. Ал әйел Кети оны кешіре алады деп үміттенетінін айтады. Ештеңе түсінбей, Кети не туралы айтып жатқанын сұрайды. Әйел бұл оның соңғы айласы болатынын айтып, оғаш сөздер айта бастайды. Кенеттен алмадан қоңыз шығып, Кетидің тамағына тез тиеді. Бұл қыздың өзін нашар сезінуіне себеп болады. Осы уақытта Чарли қызын іздей бастайды. Бірақ оның енді ол жерде жоқ екенін түсінеді. Ол қоршаудағы тесікті байқап, Кетиді шақырып, қаланы айналып жүгіреді. Кенет ол артында бірдеңесі бар жүгіріп келе жатқан әйелді көріп, оны ұстап алмақшы болады. Алайда қуған кезде қатты құмды дауыл пайда болады. Чарли бейтаныс адамды қуып жете алмай, дауылдың астында қалып, қызының атын айқайлап жібереді. Кейінірек Чарли Кетидің жоғалып кеткені туралы хабарлау үшін Каир полиция бөліміне барады. Дәл осы уақытта біз офицер Закимен кездесіп жатырмыз. Ол оқиғаға оның бастығы кедергі келтіргенше жауап береді. Ол одан ерлі зайыптылардың айғақтарын аударуға көмектесуін сұрайды. Жауап алу бөлмесінде ерлі зайыптылар офицерлер оны тексеріп жатқан кезде отбасылық суретті береді. Полиция бастығы оларды бақылап, оларды бұрын соңды көрмегенін айтып, екеуінен күдіктене бастайды. Оның айтуынша, олар кездейсоқ қызын өлтірген болуы мүмкін. Енді олар қылмысты жасыруға тырысуда. Чарли ашуланып, ол шынымен де тілді түсінбеймін деп ойлайма деп сұрайды. Ашуланған ол оларды қызына ешқашан ештеңе жасамайтынына сендіреді және оны ұрлап әкеткенін талап етеді. 8 жылдан кейін отбасы Албукеркедегі Нью-Мексико үйіне қайтты. Лариса Кетидің ескі жатын бөлмесінде қызы Мэдди келіп, оны шақырған кезде. Кейінірек кешкі ас кезінде Себастан мектептегі экскурсияға қатысқысы келетінін айтады. Сұрағанда, ол отбасының көптен бері демалысқа шықпағанына шағымданады. Және олар мұны соңғы рет қашан жасағанын сұрайды. Лариса бұл тақырыпты тоқтатуға тырысады. Бірақ ол Кети сияқты оның жоғалып кетуінен қорқатынын айтып,
табандылық танытады. Ашуланған Себастан өзінің Кэти емес екенін айтып, үстелден шығып, барлығын үнсіз қалдырады. Мысыр шөлінде бір жас жігіт шынжыры түсіп кеткен соң велосипедін тоқтатады. Ол жақын маңдағы ұшақтың апатқа ұшырағанын естіп, оны анықтауға бел буады. Оқиға орнында ол мәйіттерді тауып алып, үрейленіп, қашуға тырысады. Бірақ ақырында тіршілік иесінің саркофагын тауып алады. Саркофаг талдау және зерттеу үшін археологқа барады. Оны ашқаннан кейін олар мумияланған баланың денесін тауып, жоғалып кеткенін білмей зерттеуді жалғастырады. Қаптаманы шешкен кезде біз оның Кэти екенін білеміз. Олар оны кенеттен оянып, үрейленіп, барлығын қорқытқанша суретке түсіреді. Осы уақытта отбасы Каирдегі Америка құрама штаттарының елшілігінен қоңырау түскен кезде пиццерияға келеді. Оларға Кэтидің тірі табылғанын хабарлайды және олар қатты қуанады. 8 жылдан кейін олар Кэтимен қайта қауышу үшін Каирге оралады. Ауруханада ерлі зайыптылар қыздың терісіне қатты зақым келгенін және өзін біртүрлі ұстағанын анықтады. Түлектердің кездесуі кезінде Кэти агрессивті әрекет етіп, дәрігерлерді ата-аналарын палатадан шығаруға мәжбүр етті. Кейінірек Далия Заки оны саркофагтың ішінен тапқанын айтты. Қызығушылық танытқан Чарли себебін сұрайды. Ал Заки бұл экспозицияны болдырмау үшін адам саудасында жиі кездесетінін түсіндіреді. Чарли бұрын пайда болған күдіктерді есіне алады. Бірақ Заки бұл теория бұрынғы бастыққа тиесілі екенін айтады. Ашуланған Чарли бұл жұмысты одан да жақсы орындайтынына үміттенетінін айтады. Ал Заки солай болатынына уәде береді. Кейінірек Кэтиді отбасының қалған мүшелерімен таныстырады және бәрі оның сыртқы келбетінен қорқады. Кэтиді бөлмесіне апарады. Онда Кармен дұға оқып жатыр. Ал Медди өзін әпкесімен таныстыруға тырысады. Лариса Себастаннан Кэтимен сөйлесуін сұрайды. Бірақ ол оны танымайтынын айтады. Дұғадан үрейленген Кэти қатты әрекет етеді және оны қайтадан тыныштандыру керек. Түнде Медди әпкесінің бөлмесінен шыққан гүрілдеген дыбыстардан қорқып, ағасын іздейді. Ол Кэтиге тек демалу керек екенін айтып, оны тыныштандыруға тырысады. Бірақ қыз оған әлі де тыныштандыру үшін седативтер қажет екенін еске салады. Ал ағасы бұл туралы ойланады. Осы уақытта Чарли саркофагты зерттеп жатыр. Ал Лариса Кэтидің жадын қалпына келтіруге көмектесуге тырысады. Бірақ нәтиже болмады. Кейінірек Медди үйден шыққан қатты дыбыстардан оянып, Себастанды оятады. Басында ол оларды қасқырлар деп ойлайды. Бірақ соңында ол да бұл дыбыстарды естіп шошып кетеді. Осы кезде Чарли Кэтидің бөлмесіне кіріп, оның жоғалып кеткенін көреді. Қабырғаларды қағу барған сайын күшейе түсуде. Сондықтан Себастан олардың ішінде бірдеңе бар екенін түсініп, жарғанатты ұстап алады. Ерлі зайыптылар бөлмеге кіргенде, бала оларға шу туралы ескертеді. Ал Лариса қабырғадағы жасырын есікті ашады. Бірдеңе өтіп бара жатып, оны жасырын бөлмеге кіргізді. Ол жерде Кэти бұрышта егеу құйрықты жеп жатқанын көрді. Қыз тез қашып кетеді. Ал Чарли оны үйдің арғы жағынан ұстауға тырысады. Ата-анасы оны тауып үлгереді. Бірақ Кэти тірі шаянды ұстап алып, жеп қойғанда шошып кетеді. Олар оның жегенін құсуға тырысып жатқанда, Себастан бұл көріністі шошып қарап отыр. Таңертең Чарли үйде қасқырлардың зұлымдықтың барын сезгендей ырылдап жатқанын көреді. Бұл отбасын шатастырады. Кейінірек ол балалардан Кэтиді құпия ұстауын сұрайды. Алайда Себастан олардың әпкесіне не істегенін сұрайды. Ал Чарли білмейтінін мойындайды. Лариса мен Кармен Кэтидің сыртқы келбетін күтуге тырысып жатқанда, Чарли үйдегі қауіпсіздікті күшейтеді. Кейінірек ол қызының бөлмесінде жасырылған нәжісті тауып алады. Ал Лариса қыздың терісінің қабыршақтай бастағанын байқайды. Чарли айғайлаған дауысты естіп, олардың еденде жатқанын көріп, көмекке асығады. Шарасыздықтан Лариса Кэтидің қайтадан жоғалып кеткенін ескертеді. Бұл Чарлиді қызын бүкіл үйден іздеуге мәжбүр етеді. Қызым, ол қанды ізімен Кэтидің ұялы телефонын тауып алған бөлмеге барады. Кейінірек Лариса Кэтидің жарасын емдейді. Ал Чарли оны алаңдаушылықпен бақылайды. Ол Кэти біреуге зиян тигізуі мүмкін деп қорқып, оған басқа орын табу керек дейді. Лариса ашуланып, қызына өзі қарай алатынын айтады. Алайда Чарли қызға көмектесу үшін оған не болғанын анықтау керек екенін айтады. Ұрыс-керіс кезінде ол жоғалып кеткен күні абайсыз болғанын мойындайды. Бірақ неге Лариса Кэтидің аулада жасырын досы бар екенін ешқашан байқамағанына таң қалады. Шошып кеткен ол Чарлиден оларды жалғыз қалдыруын өтініп, Кэтидің бөлмесіне қамалып қалады. Кэтиді тазалап жатқанда Чарли қызының терісінің астына жасырылған иероглифтерді байқайды. Қызығып, археолог бекшілерден көмек сұрап, оған табылған белгілерді көрсетеді. Профессор иероглифтердің мыңдаған жылдар бұрын пайда болғанын түсініп, Чарлидің оларды қайдан алғанын сұрағанда шошып кетеді. Алайда Чарли түсініктеме беруден жалтарып,
жай ғана кейіпкерлерді аударуға көмек сұрайды. Түнде Кетиге қараған түні Чарли ежелгі Мысыр тілінде жазуға мәжбүр болған сияқты. Хабарды аударған кезде оның есімі Лейла екенін білді. Чарли Далия Закиге қоңырау шалып, Лейла есімін Кетидің арқасында алғанын айтады. Офицер қыз жоғалып кеткеннен кейін осындай есімді біреу олармен байланысуға тырысты ма деп сұрайды. Бұл Чарлидің отбасына жіберген хаттарын есіне түсіреді. Медди хаттарды іздеп жатқанда жуынатын бөлмеге бару үшін әпкесінің бөлмесінің жанынан өтуге тура келді. Қайтар жолда ол біреудің әнін естіп, оның Кети екенін түсінді. Ол одан құпияны сақтауды сұрап, оның сүйіктісі екенін айтты. Шошып кеткен Медди қашуға тырысады, бірақ мумия оның қабілетін пайдаланып, оны көтеріп жібереді. Содан кейін ол қызды есікке қарай тартып, оғаш сөздер айта бастайды. Осы уақытта Чарли Лейла жіберген хатты тауып алады. Онда ол Кетиге жасаған әрекеті үшін кешірім сұрайды. Содан кейін ол суреттерді тергеуді бастаған Закиге жібереді. Заки және тағы бір офицер аймақтың картасын талдап, аймақты ұшақ апатымен байланыстырады. Тергеу барысында олар шөл даланың ортасында орналасқан нектарин фермасын тапты. Бұл күдік тудырады. Чарли профессор Бикслерге барады. Ол кейіпкерлерді эротикалық деп анықтайды және жолақтарда мазақталғандардың есімінің қайталануын байқайды. Ол ежелгі мысырлық жаратылыстың жазбасын көрсетеді. Ол алауыздық тудырып, отбасыларды күйреткен қара күш ретінде сипатталды. Аңыз бойынша бұл жаратылыс ежелгі рәсіммен мөрленгеннен кейін жоғалып кеткен. Бикслер оған жолақтар одан қорғайтын сөздер болуы мүмкін екенін ескертеді. Күш қолдан. Жаратылыс Мәдидің денесін бақылауға алып, мектепте алауыздық тудыра бастайды. Осы уақытта Заки тергеу үшін фермаға барады да, ішке кіруге тырысады. Тек үйдің құлыптаулы екенін біліп, артқы есіктен кіріп кетеді. Ішінде ол пирамидаға қосылған жасырын кіреберісті табады. Бұл құрылым пирамида тәрізді. Жертөледе ол бір кездері саркофагтың болғанын көрсететін белгілерді тауып, қорқып кетеді. Ол кетіп бара жатқанда, ол жауап бергеннен кейін атып, өлтірілген ұрлаушы Кетиге тап болды. Көп ұзамай Заки қазір жасөспірім Лейланы тауып алады. Ол оны көргеннен кейін қашып кетеді. Бірақ оны қуып жетеді және ақырында Кетидің аты жазылған кассета қорабын береді. Чарли балаларымен бірге үйіне қайтады. Ал сапар барысында Себастан Меддидің оғаш қылығын байқайды. Бірақ Чарли одан анасына ештеңе айтпауын өтініп, оның қазірдің өзінде қатты шошып кеткенін айтады. Үйде Лариса жертөледен Чарлидің бұл іс бойынша тергеуді бастағанын көрсететін белгілерді тауып алады. Кетидің бөлмесінде Кармен бір жаратылыс оған шабуыл жасаған кезде ол үшін дұға оқып жатыр. Оны бөлмеге қамап, тұншықтырып өлтіреді. Содан кейін екінші қабаттан лақтырып жібереді. Ол Чарлидің көлігіне құлап түседі. Содан кейін оның денесіне қасқырлар шабуыл жасайды. Ал Чарли оған көмектесе алмайды. Медди бұл оқиғаға алаңдаушылықпен қарайды. Ал Лариса анасының қазасына қайғырады. Заки жазбаны тыңдайды. Бірақ әйелді ести алмайтынын түсініп, даусын көтеруге тырысады. Дыбыс деңгейін көтеріңіз. Мұны істей алмаған соң, ол қашықтан басқару пультінің артына өтіп, қайтып келгенде, оны анық ести бастайды. Бұл әйел жазықсыз балалардың ең жақсы нысана екенін айтады. Өйткені олардың денелері ұзаққа созылады. Бірақ кез келген тірі адам қызмет ете алады. Содан кейін ол рәсімнің басталғаны туралы хабарлайды. Ал Заки жазбаны тыңдап жатқанда шошып кетеді. Ашуланған Заки Лейладан жауап алу үшін тергеу бөлмесіне барып, жазба туралы жауап талап етеді. Ол не болып жатқанын сұрайды. Бірақ Лейла үндемей, Закиді ашуландырады. Осы кезде Лейла тілінің кесілгенін көрсетеді. Шошып кеткен Заки өз анасының оған бұлай істегенін сұрайды. Ал Лейла басын изеп растайды. Соған қарамастан, Лейла бір күні шындықты айтқысы келгенін және жазаланғанын сыбырлай алады. Заки шындықтың не екенін сұрайды. Ал Лейла Кетиді қораптан шығаруға болмайды деп жауап береді. Содан кейін Заки оның нақты не туралы айтып тұрғанын сұрайды. Ол оған қалам мен қағазды береді. Ал Лейла жаза бастайды. Мазмұнын оқығаннан кейін Заки шошып, Чарлиге қоңырау шалуға тырысады. Бірақ ол жауап бермейді. Осы уақытта Карменді жерлеу рәсімі өтіп жатыр. Ал Лариса ұлынан әкесіне қоңырау шалуын өтінеді. Чарли Себастанды тіршілік иесін бақылап отыруға қалдырады. Ал өзі Ларисамен сөйлесу үшін төменге түседі. Ол енді оны үйде көргісі келмейтінін айтады. Ал Чарли анасының денесін меңзеп тұр деп ойлайды. Дегенмен, ол Кети туралы айтып жатқанын айтады. Және бұл оны таң қалдырады. Сонымен бірге Себастан есіктің қағылғанын ести бастайды. Және не болып жатқанын білу үшін оған жақындайды. Кетидің даусын естігеннен кейін бас тартады. Ол ағасынан оны босатуын өтінеді. Бірақ ол оны елемей, бөлмесіне жүгіріп барып, құлаққапты киеді. Осыған қарамастан,
Ұйым оны әртүрлі жолдармен азаптай бастайды. Бұл баланың үмітін үзеді. Сонымен бірге Махти аузы бос болғанша өз тістерін бір-бірлеп жұлып алады. Ол сондай ақ шатырдағы қозғалысты байқап, тіршілік иесінің қашып кетуге тырысып жатқанын түсінеді. Осы кезде Медди әжесінің денесіне жақындап, аузынан тігістерді алып тастайды. Ол жерде жасырылған нәрсені іздеп жатқандай. Содан кейін ол ата-анасына оралып, әжесінің тістерін жұлып алғанын айтады. Көп ұзамай ол ер адамға қатыгездікпен шабуыл жасап, екеуін де шошытты. Чарли оны ұстап тұру үшін жүгіреді. Ал жаратылыс төбеден өтіп, табытқа қарай жүгіреді. Жын Карменнің денесін арамдайды. Ал ашуланған Лариса оған шабуыл жасайды. Табыт жерге құлап түседі. Ал Кэти әйелдің денесінен ағып жатқан қара сұйықтықты жалап, барлығын шошытып, жиіркенішті етеді. Түнде Чарли Кэтиді орындыққа байлап, оған қарай бастайды. Біз сондай-ақ ұйым Себастанды өзіне зиян келтіру арқылы басқара алатынын байқаймыз. Осы уақытта Лариса Махтидің заттарын жинап, олардың қауіпсіз жерге бара жатқанын айтады. Медди Кэти онымен бірге келе ме деп сұрайды. Бірақ күйзеліске түскен Лариса оған сұрақ қоюды доғаруды айтады. Есік қоңырауы соғылады. Чарли мұны байқайды, бірақ алдымен басқа мәселелермен айналысуды шешеді. Лариса мен Чарли төменге түсіп, Зак тауып алады. Ол оларға қарау үшін кассетаны алып келді. Ол оларға материалды көрсетіп, тіршілік иесін қайтадан ұстау керек екенін түсіндіріп, хабарды аударады. Жазбаға сәйкес, бұл 82 рет қайталанатын мумиялау рәсімі. Оның барысында ескі тасымалдаушы әлсірейді және оны жаңасымен ауыстыру керек. Содан кейін рәсім басталады. Ал Чарли мен Лариса жазбаны шок пен азаппен қарабаныс мөрлерін алып тастауға көмек сұрайды және оның бақылауымен ол тіршілік иесін ұстап тұрған кедергілерді жоя бастайды. Ерлі зайыптылар қызының итбалықтарға әуестеніп, ішінара ұсталғанын көздеріне жас алып бақылап отыр. Жазба аяқталып, бәрі шошып кетеді. Ал Заки бұл тіршілік иесінің түрмеде қалу керек екенін айтады. Кенеттен Лариса бөлмеден шығып кетеді. Ал Заки Чарлиден оның соңынан еретінін сұрайды. Бірақ ол үндемейді және ол жоғарыға жалғыз көтерілуге бел буады. Заки Ларисаның бөлмеге кіруге тырысып жатқанын байқап, оған көмектесуге бел буады. Ал қазір толықтай бостандықта жүрген мумия құмды дауыл тудыру үшін өз күшін пайдаланып жатыр. Чарли дыбыстарды естігенше және оның Кармен екенін түсінгенше сал болып қалады. Ол оны тойлағысы келеме деп сұрайды. Ол оны елемей, алдында жүзіп бара жатқан мумияны көргенде әйелдерге көмекке жүгіреді. Ол еденге құлап, оған шабуыл жасайды. Ал Лариса мен Заки көмектесуге тырысады. Қарсыласу кезінде ұйым екі әйелді шетке лақтырып жібереді. Ал Заки басын еденге ұрады. Жаратылыс Чарлиге тағы да қатыгездікпен шабуыл жасайды. Ал Лариса көмектесуге тырысып, оның алдында тұрған Себастанды байқайды. Жаратылыс екеуін де бөлмеге қамап, Чарлиге шабуыл жасау үшін қайтып келеді. Ол онымен күресіп, оны қуып жібереді. Мумия Чарлиді қуып бара жатқанда, жаратылыстар барлығына шабуыл жасай бастайды. Сол уақытта Кармен Закиге шабуыл жасайды. Жын шаянды түкіріп, оны жұтып қояды. Ал Заки тіршілік иесін итеріп жібереді. Бірақ жануардың азу тістері оның тамағына шаншып кетеді. Тіпті жараланса да, ол өз өмірі үшін күресіп, шаянды жұлып алып, өзін сүйреп апарады. Осы уақытта Лариса Себастанды тыныштандырып, оны ұйықтатып үлгерді. Чарли баспалдақпен көтеріліп бара жатқанда Закимен кездесіп, одан салттық сөздерді есте сақтауын сұрайды. Содан кейін ол оны бөлмеге апарып, есікті ашуды сұрайды. Бұл тіршілік иесінің кіруіне мүмкіндік береді. Осыдан кейін жаратылыс Чарлиге қарай жүгіреді. Ол қатыгез шабуылға ұшырай бастайды. Заки сөйлей алмай қиналып, тамағын қолымен жауып, рәсімді бастайды. Лариса қайтадан пайда болады және бұл көріністі көреді. Ал Чарли не істеу керектігі үшін кешірім сұрайды, бірақ бұл қажет екенін айтады. Содан кейін субъект оны иемденеді және ол Кэтидің қасына түседі. Қыз оянып, анасын таниды, бірақ әкесі туралы сұрайды. Лариса көз жасымен еденде жатқан Чарлидің денесіне ғана қарайды. Біраз уақыттан кейін Кэти әкесімен сөйлеседі. Ол қазір саркофагтың ішінде қамалып отыр. Лариса пайда болып, қызына қоңырау шалып, оның бауырларына керек екенін айтады. Кэти оларға қосылып, бақытты болып көрінеді. Ал Лариса оларды бақылап отырады. Бірақ ол Чарлиден айырылғанына әлі де қатты күйзеледі. Кек алуға шөлдеген ол Чарлиге көмектесуге бел буады және жоспармен келісетін Закиге қоңырау шалады. Екі әйел Лейланың анасы жатқан психиатриялық ауруханаға барады. Лариса әйелге седативті дәрі беріп, өзін көрсетеді. Мен Кэтидің анасы ретінде оны дүрбелеңге қалдырамын. Көп ұзамай Заки келіп, Чарлиді мүгедектер арбасына отырғызады. Ал әйел шошып кетеді. Жаратылыс әйелді бақылап отыр.
Ал Заки есікті құлыптап жатыр. Екі әйел тасымалдау рәсімін бастайды, және әйелдің айқайы бүкіл бөлмеде жаңғырады. Фильм осымен аяқталады.